Мысалы бізде қазір көп елде мысалы, ой, біз деген кереметпіз деп мақтана бергенмен, анау батыста, мысалы Американың өзінде 9 миллион мұсылман бар қазір. Батыста қаншалы христиан болып жүрген айтайық, Ресейде қанша толыққанды түрде мұсылманшылықты қабылдап, 5 уақыт намазымен, Құранын оқумен сондай. Ал біз өзімізше мақтанып қанша нәрседен қалып отырық та. Сол сияқты Алла Тағала біздің жаңағы әрбір ұлтқа қарай ма? Жоқ, мен сендерді ұлттар қылып мен жараттым дейді. Әркімге өзінің жаңағы қабілетін бердім, жерін бердім, әртүрлі жаңағы кәсіптерін бердім, жақсылықтарын бердім, жарыссын жақсылықта деп. Бірақ иннама акрамакум индаллахи атқакум. Бірақ сендердің Алла Тағаланың қасында ең ардақтыларың тек қорыққандарың дейді. Болды, намаз қайда, мен бастайын. Қайда, мен ақыретке дайындалайын. Намазым Рамазан келатыр ма, ораза ұстайын деген нәрселерің болмаса дейді. Ол қай нәрсемен жақындамақшы болып жүрміз біз Алла Тағалаға? Ойлаңыз. Сондықтан осындай ақиқаттарды Алла Тағала батырып айтады, ана жүрегің сілкіп кету үшін, бостан-босқа үміттеніп жүрген үміттеріңді, шайтан сепкен үміттердің барлығын талқандап жіберу үшін айтады бұны. Есіңді жию үшін, шынында да мен не істедім осы күнге дейін? Мен не істедім? 70-ке келдім, немесе 80-ге келдім, 60-қа келдім, 40-қа келдім. Әлі басымды сәждеге қойған жоқпын мен. Міне, осындай жағдайлар, құрметті жамағат. Иман, ла илаха иллаллах деген нәрсе нәсіп болса, онда қиямет күні хақ, күнәсінен түк қалмай кешіріледі адам. Өйткені бұл хақ сөз, басатын сөз бұл таразда. Егер бұл берілмей қалса, өмірдегі жасаған күллі туысқандық жақсы байланыстардың барлығын Алла Тағала келемізді қоқысқа айналдырып жіберемін дейді. Өйткені менің қадірім үшін жасалмаған дейді ол. Сондықтан қияметтің иесі жаңағы Малики яумиддин деп біз Фатиха сүресінде айтқандай, Малики яумиддин дейміз біз. Сот күнінің иесі деп күніне неше мәрте оқимыз. Міне сол сот күнінің иесі шешеді кімнің қай жаққа баратындығы. Көрдіңіз ғой. Сондай-ақ бізде істеп жүрген кейбір салиқалы амалдарымызбен алданып қалмайық, көбейтейік, шаршайық, болдырайық. Бұл жақсылықтарда да. Міне, сонда адамдарға қарай ескертейік, туысқандарымызға айтайық. Сондай нәрселер шамамыз келгенше бүкіл отбасыларымыз, туыстарымыз барлығы Алла Тағаланың рахымына қарай ұмтылуды нәсіп етсін баршамызға. Иншалла.